Төртінші тарау. Сыздаған сырқат. 1. Ха! Былай! Ха! деген дауысқа шанада қалғып келе жатқан Кошкин оянып кетіп, былшық басқан қызыл көзін кең ашып алдына қараса, көшірі тоқтап тұр екен. Өткен түні қонған қаласынан арақты ішіп, сілесі қатып құлаған Кошкин таңертең тұра, пахмел жасаймын деп, жарты бөтелкені тағы да төңкерген еді. Сол арақ бойын алып кетіп, шанаға мас боп мінгенде, қаладан шыға ұйқыға кіріскен. Арақтың уыты сіңген миы Кошкин оянған соңда зырқылдап, басына түк ой келтірмеді. Ашқан көзін қайта жұмып, тұмсығын тонының жағасына суға түскен Кошкиннің құлағын көшірдің «Ха! ызыңы қаққасын. «Немене?» деді ол бетін ашып көшіріне. «Мана бір сиырлардың жол бермей тұрғаны?» Зырқылдаған басы денесін зілдей басқанмен, Кошкин бойына бар күшін жинап, «Кәне!» деп түрегелді де, «Башқа ауырады», деді тәлтіректеп құлай жаздап. «Пахмел болса?» Зырқылдаған шекесін саусақтарымен қатты басып, сүріне қабына Кошкин шанадан түсіп, аттың алдына қараса, боранның артынан сүріленген жіңішке жолдың үстінде 10 шақты сиыр маңдайдан өткен ызғырыққа бастарын шайқап, дірілдеп, бүрсеңдеп тұр екен. «Айда жолдан!» деді ол көшіріне ақырып. Көшір шанадан түсіп, құнытымен шайпап сиырларды айдап еді. Сиырлар тар жолдың екі жағындағы оппа қарға аяқтарын салып көріп, терең болған соң түспей тұрып алды. «Иесі бар ма?» деді Кошкин көшірге. «Осы сиырлардың арт жағында тұр». «Шақыр мұнда. Әй, бері кел!» Маңдайынан тұмсығына тура түскен қасқасы бар қызыл жирен атты жетектеген біреу сиырларды қақпайлап, арасымен жүріп отырып шанаға жақындады. «Сен кім?» деді даусы қырылдаған Кошкин оған, көзін шарасынан шығара едіретіп, жұдырығын түйіп. «Қазақпын». «Мен біледі сенікі қазақ, атай кім?» «Атым Амантай». «Жолда неге тұрсың?» деп Кошкин Амантайды қойып жіберуге бір ойлады да, бірақ ұрмады. «Сен ақсақал?» деді Кошкин таза орыс тілімен. «Генерал-губернатор жүретінін білемісің бұл жолмен?» «Жоқ». «Білмесең мен саған айтайын. Губернатор Ақмолаға барған. Жақында осы жолмен Петропавлға қайтады». Губернатордың Итбайдікіне келетінін Амантай естісе де, Ақмолаға өткенін есткен жоқ еді. Кошкин шекесінен қолын алып, басын дірілдете сілкіп көріп еді, бастапқыдан жеңілденіп қалған екен. «Ауылнай келді ме ауылыңа?» «Жоқ». «Ах, подлец, ол қайда?» Амантайдың көзі урядниктің кескініне түсіп еді, беті сұрланып, көзеті томпайып іскен екен. «Мен ауылнайға көрсетем», деді Кошкин. «Оған бұйрық берілген, ат жина деп. Неге жинамайды?» «Білмеймін». Кошкиннің көзі Амантайдың жетегіндегі атқа түсті. «Жақсы ат, бұл кімдікі? Бері әкел атты». Урядник қалжыңғып тұр екен деп ойлаған Амантай орнынан қозғалмады. «Бер деймін мен саған», деді урядник оппа қарға сүріне қабына Амантайға жақындап. «Себеп?» деді Амантай тізгінге жармасқан урядникке тізгінді бермей. «Губернаторға жегеміз, жібер!» «Губернатор қазір келіп тұрған жоқ, керек болса кезінде берем». «Молчать, сволочь, отпусти!» Қабатын қасқырдай бетін тыржитып тізгіннен тартқан урядникке Амантай атты бермеді. Тізгінге таласқан Амантайды жақтан періп жіберем дегенде, Амантай жасқанып қалып, Кошкин өз екпінімен қарды қаба құлады. «Сібір айтасаң да бермеймін», деді Амантай аттың тізгінін Кошкиннің қолынан жұлып алып, ырғып міне жөнеліп. Кошкин орнынан тұрып, бетіне жабысқан қарды сүрткенше, Амантай алыстап кетті. «Қайт кейін, подлец!» деді Кошкин айқайлап. Амантай ұзаңқырай түсті. «Мылтығы болып атып қалама?» деп сескенді ол шауып бара жатып. «Не де болса енді шыдадым». «Асықпа, подлец, атты басымен берерсің». Ашу кернеген Кошкин не қыларын білмеді.
протокол жасайын деп ішкі қалтасындағы қарындашқа қолын салуға бір ойлап еді, тоңы мен ашу қабаттасқандықтан денесі де қолы да қалшылдап кетті. «Әй!» деді ол көшірге. «Ол подлец жердің астына кірсе де менен құтылмас. Айда мына сиырларды ауылға, сиырынан безгенін көрейін оның. Егер ол табылмаса, сиырларын қалаға айдаймын». Көшір ерінгенмен көшкеннен қаймығып, сиырларды зорға дегенде ауылға қарай бұрды. Ауыл шақырымға жақын жерде еді. «Мен ауылға бара берейін, сен сиырларды жаяу айдап кел», деді Кошкин. Атын оппалата жолдан бұрып, сиырларды орап, қайта жолға түскен Кошкин шауып отырып ауылға келді. Бірақ қанша қысқанмен ешкім оған Амантайдың жөнін айтқан жоқ. «Қиратам, жоям» деп бұрқанған Кошкин ілгері жүріп кетті. 2. Күн шуақ болғасын, қолдағы арық-тұрық жылқыны салтатпен тебінге айдап шығарып салып, Итбай үйіне кеп түскен кезде ауылдың алдыңғы жағындағы жолмен жортып келе жатқан бір шаналы көзіне ұшырай кетті. Итбай Петерборға жүреді деген хабар естілгелі, қайырлы болсын айтқан адамның ат ізі күн сайын басылмайтын еді. «Бұл кім болды екен?» деп ойлады Итбай. «Мына біреуді шырамытамысың?» деді ол шөп шарбағы жағынан келе жатқан Бүркітбайға. «Кәне, анау ма? Ол ма? Ол дәуде болса Амантай». «Оны қайдан білдің?» «Аты соның жирен қасқасына ұқсайды. Осындай пысық жүрісті, ашаң жылқы еді». «Ол болса, мен үйге жүре берейін. Мені үйде жоқ дерсің. Үйде кісі бар деп басқа бір үйге түс дерсің». Итбай үйге кірді. Бүркітбай аттыны тосып қалды. Терлеп бусанған атын ентелетіп, жолаушы есік алдына тоқтады. Амантай екен. «Итбай үйде ме?» деді ол шанадан түспей, Бүркітбайға иек қағып амандасқаннан кейін. «Қай ел боласыз? Әуелі жөн сұрасып алайық. Сен Бүркітбай емеспісің?» «Болсақ болармыз. Саған не болды мені танымай?» «Не мен жатырқаған шығармын, не сен өзгерген шығарсың. Рас танымай тұрмын, кімсің?» Кескінімді көрсін дегендей Амантай сақал мұртының құрауын сүртті де, тымағының бауын шешпестен маңдайынан сыпырып, желкесіне қайырды. «Өзіңе мазақ керек пе?» деді Бүркітбай ашуланған боп. «Жөніңді айтуға ерінемісің?» «Көзіңе шел қаптаған екен», деп бетінен алып тастауға Амантай бір ыңғайланып, аузына келіп қалған сөзді айтпай, бетіне адырая қарады. «Неге қарайсың?» «Неге танымай тұрғаныңды қайдан білейін, танитын сықылдың? Мен Амантаймын». «Қай Амантайсың?» «Тайбағардың». Солай ма? Сапар оң болсын. Айтсын, болыста бір жұмысым бар еді. Ертеңге шейін ол кісі келе қоймас, жолаушылап жүр. Көп кідірмей қайтам, жаңа ғана үйде деген кіріп қана шығам», деді ол Бүркітбайға. «Қайтсаң сапарың оң болсын», деді Бүркітбай көлденеңдеп. «Рас, үйде жоқ». Қалжыңбастанып тұруына қарап, Амантай Бүркітбайдың сөзіне сенбей, онымен ұзақ сөйлескісі келмей, үйге қарай адымдай беріп, «Жұмысым өте тығыз еді, әдейі келгесін жолығып қайтайын». «Жұмыс өлгенде бітеді, тірі болсаң, неше көрмеспін дейсің, тағы да келерсің». «Өзіңнің дегенің дұрыс па? Жай қалжақтап тұрсың ба? Қалай сөйлейсің?» деді Амантай ашулы кескінмен үйге қарай аяңдап. «Неге ашуланасың, ақсақал?» деді Бүркітбай қатарласа беріп. «Мына қаңтарулы тұрған шаналарды көрмеймісің? Үйінде қонақ көп, басқа үйге түс». «Көп болса қайтейін, мен қонақ бола келгем жоқ». «Еріксіз түсемісің? Лұқсат жоқ деп тұрмын ғой саған». «Аузыңды қанжалатайын ба?» деді Амантай Бүркітбайға қолын оқтанып. «Кімді мазақтайсың, қарақшы неме?» «Өйт дерсің, қара шалыңның қимылын. Сен сонда ерінемей ме едің? Баяғыдан бері бұл қайратыңды қайда сақтап жүргенсің?» Бүркітбай соңғы сөзді ауыр көріп жанжалдасайын деп еді. Амантай оның сөзіне құлақ қоймай, ағаш үйдің алдындағы құлын қораға кіріп кетті. «Болыс мұның қайсысында екен?» деп ойлады Амантай. Есіктері қораның ішіне қараған қатар екі ағаш үйдің алдына аз кідіріп. Сол қолдағы үйге кірсе, бір әйел пештің алдында бауырсақ пісіріп жатыр екен. «Есенсіз бе?»
Әйел ернін қыбырлатты. Итбай осы үйде ме? Жоқ, мына үйде. Кім бар? Деген дауыс естілді төргі бөлмеден. Кел мұнда. Амантай етігін ауыз үйге тастап төргі бөлмеге кіріп еді, столдың қасында қағаз жазып отырған Горбуновты көрді. Аламтайка. Амантайды ол солай атайтын. Аман? Шүкір, Горбунов екенсің ғой. Қолдасып. Өзіңді есенбісің? Амантай столдың қасындағы сандыққа отырды. Дяла жаман, Аламтайка. Саған дяла жаман айтады. Қағаз урядник писайт қылған айтады. Мен жаман писайт қылған айтады. Не қағаз? Губернаторға сен ат бермеймін айтқан. Аята не хорошо. Башка далой болады осы дялада. Мен саған айтады, ей буку жаман. Сен урядникке против болған. По этапам Сибирь отправить қылады, понимаешь? Ақ жұмысыма басым кетсе құдайдан күттім. Какой құдай саған? Патша құдай, начальник құдай. Мен саған айтады, начальникке против болған шайтандікі бала болған. Айтады, мен саған айтады, урядник писайт қылған, саған омбы пакет барады. Амантайдың жүрегі аздап сескенейін деді. Оған екі ой келді. Біреуі, аузы кең неме еді? Мені қорқытып бірдеме жалағысы кеп отырма? Екіншісі, кім біледі кәпірді, көрсетеді де басымды шатаққа салып жүрмесе жарар еді. Пакет қайда? Деді Амантай. Менікі қолда. Желімі жапсырылмаған бір конвертті столдың тартпасынан суырып ап, Горбунов Амантайға алыстан көрсетті де қайта орнына салды. Сенікі бас осында. Амантайдың күдігі күшейді. Не істеймін? Деген ой келді оған. Әлде бірдеме беріп көзін жоғалттырсам ба екен? Жоқ, аққа зауал жоқ деген. Ісім ақ, не істейді? Амантайдың ойы қорғасындай толқып тұрғанын Горбунов сезді. Мен сені жәлейт қылған, грех болады ойлаған. Көзі көрді. Теперь сам знаешь. Ақша берсең пакетті жыртам, әйтпесе жіберем, деген сөз екенін Амантай білді. Жоқ, деді Амантай ішінен, өзіне өзі. Горбуновтың түлкідей ойнақшып, күлімдеген көзіне қарап тұрып. Ақтан өлсем өлейін, ақ ісіме неге пара берем? Мал басқа тебер. Горбуновтың көрсеткен пакетінде Амантайға арналған қағаз жоқ еді. Оның ат бермеу туралы урядник Горбуновқа айтқаны болмаса қағаз жазған жоқта. Горбуновтың өзіне де пакет дегенді ойлау Амантайдың кескінін көргесін түсті. Үрейлендіріп, мойнын иембе деген Горбуновтың айла қақпандарына Амантай түспеді. Болыста жұмысым бар еді, деді ол Горбуновқа енді сөйлесудің қисынын таппай, есікке қарай жөнеле беріп. Горбунов Амантайды есіктен шыққанша жаман көзмен жөнелтіп салды. Итбай жылы жауап берер деймісің? Деген ой келді Амантайға тысқа шыға. Сонда да әдейі келгесін кірейін. Нем кетіпті? Амантай Итбаймен араз еді. Амантай кедей шаруалы адам. Солай бола тұра, туысым бір адамнан кем емес деп санаған ол, кеудесін жаз күнінен біреуге бастырмады. Итбаймен ол тұстас еді. Жұртты ықтырып ұстаған Итбай Амантайды да қорғалатам деп еді, оған Амантай көнбеді. Тілге көнбеген адамға Итбайдың қолданар шарасы, малын ұрлату, қара басына пәле салу болатын. Итбай Амантайға осы екі әдістің екеуінде қолданды. Астынан бір жақсы атты, қолынан бір жақсы құсты кетірмейтін Амантайға Итбай атын да, құсын да тартып алып, талай зорлық істеді. Сөзін сөйлейтін ауылнай билерге өтірік акт жасатып, ұры деп те көрсетті. Амантай оған сонда да иілмей, көптің қолдауымен жар жығылар деген істерден де құтыла берді. Итбайдың Амантайға ең соңғы істеген қастығы Амантайдың жерін Переселенге беру еді. Итбай үйіне Амантайдың келу себебі осы жерге байланысты. Амантай етігін ауыз бөлмеге тастап, түргі бөлмеге кірсе, үйдің ішін айнала отырған лық толы халық дуылдаған кеңесте екен. Ассалаумағалейкум деп даусын көтере берген мұның сәлемін ешкім
ести қойған жоқ. Кіргенін елеген жанды көрмеген соң Амантай босағаға отыра кетуге бір ойлады да, сол арадағы Атығай мен Керейдің ақсақал қарасақалы түгелге жақын болғандықтан айнала қолдасып өтті. Ортарақ кезде ұшын қырыққан дөңгелек ақсақалды, ала шапанды, сәлделі бір жат адам отыр екен. Ол Амантайға қолының ұшын ғана ұсынды да кескініне қарамады. Қолы мақтадай мап-майда, мен көрмеген бұл қай молда екен, деп ойлады Амантай. Қолдасып болғаннан кейін ешкім қағылып орын бере қоймаған соң, Амантай есік алдына ең шетке отырды. Итбай оң жақ босағада қымыз сапырып отыр екен. Амантайға ол иегін қақты. Жол жүретін болғасын, Итбай қысыр байлатты деген хабарды Амантайдың құлағы шалған. Отырған соң оның көзі Итбайдың алдындағы шараға түсіп еді. Қымыз шүпілдеп толып тұр екен. Ар жағында үйдің босағасындағы жуан ағаш қазыққа байлаған бір үлкен қара сүйретпе тағы да иіндеп, лықылдап тұр. Жаңа ыдысқа ашыған қымыздың иісі мұрнына келгенде Амантай одан қанып ішпеймін деп ойлаған жоқ. Амантайға беріп жіберші мына аяқты, деді Итбай, кішкене кетік қара аяқтың түбіне бір шәшкеге толмайтын жарты ожау қымыз құйып. Бүркітбай әкеп берген қымызды Амантай ауыз тиді де ішпей қайтып берді. Сөйле, деді Итбай Амантайға, қымызды ішпеуін ұнатпай, тез кетсін дегендей қып. Губернатордың қай күні келетінін білейін деп келіп ем. Оны қайтесің? Айтатын арызым бар еді. Не арыз? Мына қараяғы жіби жерімізге қала келіп түскелі отыр. Барар жер басар тау жоқ. Мұңымызды шақ деген ел жұмсады. Жер қазынанікі емес пе? Деді Итбай. Алам десе еркі. Ел қазынанікі емес пе? Сонда осы жер туралы губернатор сенімен тілдеседі деп ойлайсың ба? Неге тілдеспесін? Ұлығымыз емес пе? Бағып отырған елі емеспіз бе? Мұңымызды кімге шағамыз оған айтпағанда? Арызшыл болсаң, омбыға барып берерсің. Мен үйіме келген қонағымның мазасын алғызбаймын. Маңыма жолаушы болмаңдар. Қағазды бергізбейсің бе? Бергізбеймін. Оның ағайыншылыққа жата ма? Ағайыншылығыңды көргем, маған өкпең өтпейді. Кеңшілікте шаңыңа ілестірмейтінен тарыққанда табайын деген екенсің. Онда оқасы жоқ, деді Амантай түрегеліп. Маған ұсынған найзаңмен Таңатардың 4 ауылын түгел түйрегің келген екен. Бізде көшіп қонған елміз, көрерміз құрғаныңды. Ер болсаң шыда, ақ үйлі ғып шұбыртып жібермесем менің Итбай атым құрысын. Осы кезде жылқының бір астау семіз етін ауыз бөлмеден 2 жігіт көтеріп алып кірді. Дәмнен үлкенбісің, жарықтығым, дауеншісі басқа, асқа отыр, деді көлденең біреу. Дәмімнің садағасы кетсін, шық үйімнен оңбаған мұндар тапқан екесін үзеңгі теңестіретін адамыңды. Көрерміз тауқылатқаныңды, күліңді көкке ұшырармын. Амантай шыға жөнелді. 3. Ашулы адымын үйден шыға жылдамдата басып, Амантай атына барса қойған орнында жоқ. Мінген атының мінезі шәлкестеу еді, және түйеден үркетін еді. Апырай, үркіп кетіп қалды ма? Деп ойлады ол. Шарбақ ішінде мойындары иіріліп, өркештері тікірейіп тұрған бір төп түйеге көзі түсіп. Шананың бұрылған ізіне қараса атты біреу орағытып, жетектеп әкеткен сықылды. Өштескен адамның атын үйіне келгенде Итбайдың жоғалтып жіберетін әдеті бар деген сөз тиетін еді Амантайдың құлағына. Сол сөз есіне түскенде оның ойы қобалжи бастады. Әй жігіт, деді ол, шарбақ ішінде түйеге жеккен шананың қорабына қар күреп салып жатқан біреуге. Бері келіп кетші. Жігіт адырая бір қарады да, жалпақ ағаш күрекпен қарды бұрқыратып қорабына сілтей берді. Саңырау неме? Деп ойлады Амантай 2-3 рет дауыстағанына жігіт келе қоймағасын. Жігіт үлкен тоқыма қораптың ернеуінен қарды асыра үйіп, түйесін жетектей беріп еді, оқыс тартқандықтан ба, болмаса осалдықтан ба, жетектің бір жақ түп жібі үзіліп кетіп, түйе бір жетекпен жұлқынғанда шана аударылып түсті. Қар төгіліп қалды. Әй, қу шұнақ құдай, әй, көзің шыққыр қу құдай,
деді жігіт кейіп. Басын тоқтатқанша түйе шананы құлаған қораптың астынан сүйреп алып шықты. Өй, арам қатқыр танау құрт келгір әкеңнің аузын, ойбай-ай, енді қайтейін, ойбай, құдайы құрғыр қу, құдай шұнақ құдай, әй, иттің ғана малы-ай, шашымды ағарттың-ау, ойбай. Жігіт түйені ноқтаның сабағымен басқа ұрайын деп сермеп еді, сілтеген жіп иығына тиді. Екінші орай бергенде түйе хап деп бетіне жынын шашып жіберді. Өй, қатпа болғыр, деді жігіт бетіне баттасқан жынды сүртіп. Жігіт түп жібі үзілген жетекті байлайын деп еді, таяқ жеген түйе бір орнында тұрмады. Енді қайтейін, ойбай, деді жігіт долданып. Амантайдың жігітке көмектескісі келді. Мен ұстайын басым, деді ол қасына барып, сен байла. Жігіт жауап қатпастан Амантайға бұрылып бір қарап, түйенің басын ұстатты да түп жіпті байлауға кірісті. Жігіттің үстінде тысы тозған қой жүні көпі, бұтында тері шалбар, аяғында табандатқан ескі қара пима екен. Сирағын көтерген кездерінде шалбар ішінде дамбал жоғы, шалбардың айырылған ауынан көрініп тұрды. Жігіт біраз азаптанып жетегін байлады да түрегелді. Шырағым, кімнің баласысың? Деді Амантай жігіттің жүзін шырамытқандай. Тұяқтың, деді жігіт. Атың кім? Темірбек. Алда шырағым-ай, жиенім екенсің ғой, деп Амантай қайта қолдасты. Амантайдың әкесі Тұяқтың туған нағашысы болатын. Сондықтан жасырақ кездерінде Амантай мен Тұяқ ілік шатыс боп жүріп бертінде суысқан. Тұяқ Итбай ауылына көшкелі Амантай қатынасқан жоқта. Көшкен кезде Тұяқтың балалары жас болатын. Темірбек ол жылы 8-9 жастада. Амантай оны әкесіне тартқан кескінінен шырамытты. Күпінің екі жаққа қарай жайылған ашық жағасынан көрінген Темірбектің төсіне Амантайдың көзі түсіп еді. Күп-күрең боп құстың етіндей бөртіп тұр екен. Аяз жалаған екі бетінің терісі қабыршақтанып, кескіні қап-қара. Адам өзгереді екен-ау, деп ойлады Амантай. Жасында бетінен қаны тамған қызыл шырайлы бала еді. Насыбайың бар ма, отағасы? Деді Темірбек. Туысқан көңілмен шүйіркелесіп сөйлескісі келген Амантайға өзеурей қоймай. Амантай шақшасын алып берді. Жұмыстан көк жұлын болып өлер болдым, деді Темірбек Насыбайды молырақ қып ерніне атып. Биыл Құдайдың қысы да қағынып кетті. Соғып тұрған ылғи бір үскірік, малдың қорасын тазалап шөп салып суарудың өзі діңкеңді қатырады. Оның үстіне мына бір қар төгуде бәле болды. Ала сәуледе тұрғаннан ымырт жабылғанша тізе бүгу жоқ. Бүгін оразамды да ашқам жоқ. Қашан тұрып ең мұнда? Биыл 5-ші жылға кетті. Қысыңа не аласың? Бір құнан өгіз. Арзан ғой оның. Арзан болғанда не істейсің? Кәсіпсіз үйде отыра алмайсың, басқа барар жер жоқ. Амантайдың сырт естуі Тұяқ балаларының ішіндегі иіс алмасы осы Темірбек еді. Онша боз ауыз емес екен, деп ойлады Амантай. Боратаның сыртында тұрған шаналы жирен қасқа атты көрдің бе? Деп сұрады Амантай одан. Көрдім, осы үйдің бір баласы әлгінде міне жөнелген. Қандай бала? 17-18-дегі жігіт. Ол қайда кетті? Мана алдыңғы ауылға беттеп кеткен, қайда баратынын білмеймін. Есі дұрыс неме ме? О не қылғаны? Біреудің атын сұраусыз мініп. Бұл үйдің балалары сұрамай да міне береді. Қап иттің баласы, басын қарай көр. Темірбек шарбақ ішінде тау-тау болып үйіліп жатқан қарларға айнала қарады да Амантайға енді жұмысыма барайын деген кескінін сездірді. Қош, деді онысын түсінген Амантай. Итбайға баласының қылығын айтқалы үйге қарай аяңдап. Үйге кіре бергенде Амантайдың құлағына оқылған Құранның сарыны естілді. Ағузу биллахи минаш шайтанир ражим, деді Амантай ауыз бөлмеге етігін тастай беріп, күбірлеп. Бұл төр үйге кіргенде аят оқылып болып, жұрт қолын жайып жатыр екен. Алдарында еттің дастарханы. Босаға жаққа отыра кетіп, басын салбыратып Амантайда қол жайды.
Батасын оқып болып, басын көтерген Амантайдың көзіне манағы танымайтын сәлделі ақсақал тағы да түсе кетті. Сәлделі кісі ернін анда-санда бір қимылдатып, ұзақ отырып, жұрттың қары талған кезде алақандарын майып әкеп бетін сипады. Үйге кіргендегі Амантайдың ойы басын кесіп алса да Итбайды бір тілдеп шығу еді. Аузына келген сөзін бөгемей, көкірегін кернеген ызаның уын лақылдатып құсу еді. Жат жерден келген қадірлі кісі бар, деп ойлады ол кіргеннен кейін. Ұят болар, жұқалап айтайын. Атын мініп кеткенін Амантай Итбайға сыпайылап айтайын деп еді. Итбай мұны елемеген кісі боп бетіне қарамады. Кішкене шаруам бар еді, деді Амантай Итбайға аз отырғасын. Уақытым жоқ, бірде келерсің дедім ғой мана. Айтайын дегенім, мініп келген атым жоқ. Маған оны не қыл дейсің, байлап қойсаң еді. Кетіп қалған шығар, үйге келген кісінің атына мен күзетші бола алмаймын. Сенің балаң мініп кетіпті. Аузыңның қанын жақпай аулақ жүр, бұл үйдің баласының өз жылқысы да мінуге жетеді. Егер бергенің болмаса шықшы үйімнен, жарықтығым, қонағымның мазасын алмай. Ей тәйірі, бір пәлеге қалған екен ғой, жабысып айырылмайтын. Кет дегенде ит те кетеді. Кет үйімнен, кет деген соң. Итбаймен жанжал сөздерге келген Амантай тысқа шықса, Темірбек қар төгіп келе жатыр екен. Әй, тоқташы жиен. Не айтасың? Дегендей Темірбек кідірді. Мына Итбайдың үйінде сәлделі қарт кім? Ғайнолла Хазірет. Ол кісі қашан келген? Бүгін 3 күн болды. Шақырып әкелді ме, өзі келді ме? Жолға жүретін болғасын, патиқасын аламын деп Итбай шақыртқан білем, ептеп ауру сырқауды да қарайма немене? Амантайдың сырт естуінше, Ғайнолла Хазіреттің үшкіргені ем, не сырқат болса да жазбай қоймайды. Осы хабармен талай сырқаттың Хазіретке барам деп кеткенін Амантай көрген. Олардың кейі жазылып, кейі жазылмайтын. Ғайнолланың әулиелігіне шек келтіргісі келмегендер садақаны аз беріпті, деп сырқат адамның өзін кінәлайтын. Бір адар боп қол тапсырған адамдар Ғайнолланың емшілдігін айтып келетін. Ол кеңестерге құлағы қанған Амантай Хазіретті бір көруге құмарды. Кейде ұстап қалатын басының сақинасын Ғайнолла көрсе жұлып алар еді, деп ойлайтын. Ғайнолланың тұрған қаласы онша алыс болмағанмен, шаруа жайы келіп, оған бара алмаған. Енді сәті келген шығар, деген ой түсті Амантайға. Ғайнолла екенін есіткесін. Бірақ зікіріне қалай түсем, қиын-ау, 3-ші рет баруым әлгі үйге. Қиын болса болсын, тұяқ үйіне қонайында, егер зікір салса түнде кеп отырайын. Сол арада Итбайдың баласы мінген аты кеп қалып, Амантай тұяқтікіне қонуға кетті. 4. Әй, Асқар, деді Темірбек күн батып бара жатқан кезде, школ алдынан түйесін жетектеп өте беріп, екі қолын қалтасына салып, есік алдында аяңдап жүрген Асқарды көріп. Асқар жалт қарап тұра қалды. Мана Кенжетай келіп кетіп еді. Сен ол кезде бала оқытып жатқасын жолға алмады. Апам шақырған екен сені. Кенжетайдың тәуір болған тойына келсін депті. Сен барасың ба? Бармаспын. Әлі жылқыларға шөпте салғам жоқ. Іңірге шейін жылқыны жайлаймын да жатқанша қар төгем. Ертең төксең болмай ма? Ертең боран болмасын қайдан білейін? Темірбек жүріп кетті. Бұл өзі бір қызық жігіт, деп ойлады Асқар. Сырт қараған адамға тұйық, топас, алып қара күштен басқа бойында түк қасиеті жоқ сықылды. Кісіге онша үйіріле қоймайды, жөнді сөйлеспейді, жөнді күлмейді. Қайғыдағы адамдай үнемі қабағын жауып, тұнжырайды да жүреді. Жиын жерде қалжыңбас бозбалалардың қол жаулығы. Оған намыстанбайды, ашуланбайды. Келген кезде мен мұны не молқау, не есуас деп ойлайтын ем. Бертін келе олай болмай шықты. Асқардың ойына өз көзімен көрген Темірбектің екі оғаш қылығы түсті. Біреуі. Өткен жаз. Асқар жолаушылап салт келе жатса, жолда шөпшілердің қосы тұр екен. Күн қайнаған ыстық болғандықтан қосқа бұрылып еді, жолаушыны таңсық көрді ме, болмаса тамақ мезгілдері ме, шалғыларын иықтарына салып, шөпшілерде қосқа аяңдады.
Ағаштың бұталарын түйістіріп, сыртына шөп жапқан қосқа Асқар мен шөпшілер бірдей жетті. Ішінде Темірбек бар. Апанға кірген қасқырдай қостың тар аузынан шөпшілер еңбектеп кірді. Асқар да кірді. Босағада құрысып жатқан үлкен қара торсықты Темірбек тартып алып, түбін сығып тоңқайтып еді, бырылдап қою ащы іркіт шықты. Быжылдап көпіршіп тұрған іркітке ешкім қолын созбады. «Маған берші», деді сусаған Асқар. Сусаған екпінмен Асқар тартып кеп қалып еді. Удай іркіт өңешін тіліп кетті. Екінші жұта алмады. Шөпшілер қосқа келгеннен кейін бурыл сақал біреуі күп-күрең боп тер аққан бетін бөркімен сүртіп, жамбасынан қисайып жатқанын Асқардың көзі шалған еді. Сол шал дуылдап кеңесіп отырғандардың біреуін иығынан тартып, бірдеме айтуға оқтанды да, қарлыққан даусы дірілдеп сөйлей алмай, ернін жалап қақырынды. «Осы шалды», деді Темірбек түйілген қабақпен. «Ораққа салмайық, ауырып жүр, жата тұрсын дегенімде, ақыны бірдей алады, бірдей жүрсін деп болмадыңдар. Көрмейсіңдер ме титығына жетіп қалғанын?» Үрейленген көздер күрең түсі сұрлана бастаған шалға үңіліп еді, бет пернесі бұзылып барады екен. «Өліп кетпесін осы шал», десті әркімдер күбірлесіп. «Су», деді шал дыбысы әрең шығып, ернін тамсанып. Темірбек бөшкеден су әкеліп, ағаш аяқпен аузына тосып еді, ұрттаған судың жартысы жұтылып, жартысы езуінен төгіліп кетті. «Мына кісі өліп барады», деді Темірбек шегіне беріп. «Не ғып отырсыңдар, келіңдер. Қамамаңдар, ыстық өткен шығар, дамылдасын». Шал өлді. «Жасы 60-тан асқан кісі еді», деді біреуі. «Қатын баласы жоқ. Ес білгелі Итбайдың есігінде жүрді. Биыл шөпке жарамас дегенде Байсақал әлі де бір жігіттің күші бар деп болмап еді. Өзі де Байсақалдың жұмысын өз жұмысындай көретін бір сорлы еді. Ерте тұр, кеш жат деп дамыл бермейтін. 3-4 күннен бері сырқатпын деп денесін зорға сүйретіп жүреді. Титығына жеткен екен ғой. Бәріміз де бұл қалыпта осы жаздан қалмай өлеміз», деді біреуі. «Өлмегенде қайтеміз, ащы іркіттен басқа татарымыз жоқ. Көл дария боп жатқан Құдайдың қымызы да бұйырмайды. Сықпа құрттан басқа шайнама көрмейміз». Шөпшілер солай керілдесіп жатқанда арба даусы естілді. Өлген шалды тастап бәрі тысқа жүгіре шықты. Қоста Асқар ақ қалды. Арба қостың сыртына тоқтады. «Өлгенімнің өзі жақсы болды» дегенде кескінмен демсіз жатқан шалдан көзін аудармай, ауыр ойда отырған Асқардың құлағына сырттан шалынған сөздер. «Әкелгенің осы ма? Айраннан басқа ас бізге арам ба? Айранның өзі де ашыған айран ғой. Тым болмаса тұщысын неге әкелмейсіңдер? Қымыз қайда? Әкелеріңе күнде ас бересіңдер ме? Бір жұтым бізге татырмайтын? Нан қайда? Ет бізге арам боп па? Ала жаздай қызыл тістегеміз жоқ. Ит деп білесіңдер ме бізді? Кеңірдегіңді суырып алайын ба?» Жанжал көбейді. Ас келгеннің бірдеме деген сөздерін шөпшілер шулап естіртпеді. Біреуді біреу ұрып жатқан сықылды болғасын, Асқар далаға жүгіре шықса, Темірбек біреуді алып ұрып тепкілеп жатыр екен. Өзгелер арашаламағасын, Асқар арашаласа, Байсақалдың елік байы. Бет аузы көкала қойдай, мұрнынан қан дірдектеп тұр. «Мына Асқар болып жаның қалды», деді Темірбек жұдырығын безеп. «Әке бабаңның аузын. Құныңды бірақ беретін жұмысыңды істейміз. Аштан қатыратын әкеңді өлдірдік пе? Әкеңнің аузын». Темірбек тағы ұмтылды. Асқар жібермеді. Кескініне қараса Темірбек қанын ішіне тартып алған екен. Егер жіберсе Елікбайды жеп қойғалы тұр. Темірбектің Асқар көрген бір ерлігі осы. Екінші ерлігі. Кенжетайды урядник соққыға жыққан күні түн ортасы ауа Асқар пәтеріне қайтты. Есікті кеп тықылдатып еді, қатты ұйықтап қалған ба, болмаса бір жаққа кеткен бе, күзетші ашпады. Ондайда Асқар Итбай үйіне барып жататын. Сол дағдымен Асқар Итбай үйіне келсе, қораның қақпасы ашық тұр. Итбайдың ағаш үйінің есігінің маңдайшасында ылғи панар жағылып тұратын еді. Есікке жақындай берсе, босағасында біреу тұр, қолында балта. Зәресі ұшып кетті. Балталы адам Асқарды аңғармады ма,
Болмаса қорықпады ма, орнынан қозғалмады. Темірбек, деді Асқар жақындап барып, танып. Темірбек жалт қарады да, шауып жіберетін адамдай балтасын оқтанып, қолын көтерді. Темірбек, мен Асқар. Сен бе едің, деді де қолын түсіріп сүзіле қарады. Неғып тұрсың? Шабайын деп ем. Кімді? Әлгі Кенжетайды ұратын төрені. Итбай іңірде губернатордан келген қағазды оқуға шақырғанда, Кенжетайды урядник талдырып ұрып кеткенін Темірбекке Асқар айтып еді. Артынан Темірбек үйіне келіп, Кенжетайдың жарасын көріп, тұнжырап үндемей шығып кеткен еді. Біраздасын шайға шақыр дегенде іздеп таба алмай, өзі біртүрлі деген еді әркімдер кейіп. Сол кеткеннен Итбайдың үйіне барып жатып қалған шығар деп ойлаған Асқар Темірбектің мына қылығына қайран қалды. Қалай өлтіресің оны? Деп сұрады Асқар Темірбекті қорадан әрең алып шығып. Оның сақ жатпайтынын қайдан білесің? Қып-қызыл мас. Итбайдың қонақ бөлмесінде жалғыз жатыр. Үйге кіргелі түрем, есік ашық. Өлтірудің арты неге соғатынын Асқар айтып біраз ұғындырып еді. Мен Кенжетайдан аяулы емеспін. Өлтірем де, мен өлтірдім деп айтам. Білгенін қылсын, деп Темірбек көпке шейін көнбеді. Темірбек, деді Асқар жалынып, Кенжетай еш нәрсе ететін емес. Ол сөзіңді қой. Өлтірді деп сені ғана жазаламас. Кенжетайды да, Балтабекті де, тіпті Ботагөзді де іліктірер. Ботагөзді дейсің бе? Иә, Ботагөзді де. Онда қойдым. Өткен күндердегі Темірбектің осы қылықтарын еске түсірген Асқар, Темірбек түйесімен шарбаққа кірген соң, Кенжетай отырған ауылға жаяу жөнелді. Кенжетайдікіне Асқармен бірге кірген бір құшақ суық, көмескі жанған білте шамды үрлегенде жалп етіп сүнді де қалды. Ассалаумағалейкум. Әдетінде жоқ Асқар, кеш жарық, деді есік алдында тұра қалып, жолда бірдемені басармын деп ойлап. Үй іші күбірлеп кеңескен кісі екен. Бірақ ол пештің аузындағы жанған оттың жарығында отырған Ұлбергеннен басқаларын танымады. Төрге шық, десті әркімдер. Шамды Ұлберген тұтатқасын. Асқармысың, жоғары шық. Той қайырлы болсын, апа. Айтсын. Асқар үйдегілерге амандасып төрге кеп отырды. Кенжетай, деді Ұлберген. Дастарқан сал, қалқам, кісілерге шай берейін, қолдарына су құй. Су құйылып дастарқан салынғаннан кейін табаға піскен сары нанды Кенжетай мол ғып турады. Бір құлағы жоқ, ағаш шүмегі бар, майысқан сары самауыр келді. Ұлберген самауырдың қасына кеп шыны аяқ жасап, шай құйды. Несіне шақырды демеңдер, деді ол қонақтарына. Баланың азғана тіршілігіне сүйінген адаммын. Осы қалқаларым тірі болса мал бітпеді деп ренжімеймін. Жауыздың таяғы ұшына тиіп, қалқам әлде қайтып кетеді деп қорқып ем. Аллаға шүкір, жазылды. Соған шайда болса ықыласыммен берейін деп шақырғаным ғой. Апам жасырып отыр, деді Кенжетай күліп. Осы шай ғана деп ойламаңдар, артында еті де бар. Қойшы қалқам, жылбысқаның етін айтамысың? Неге жылбысқа болсын? Ордан қолдай семіз торпақ. Кенжетайға сорпа болсын деп осындағы жалғыз торпақты сойдырып ем, деді Ұлберген. Соның бір жілігін ботажанға қойып, қалған етін асып отырмын, тістеріңе тисін деп. Әйтпесе тіске сыздық болатын ет емес. Оқасы жоқ. Дәм татқанымыз да болады. Балаңның жаны қалғанына бәріміз де қуанамыз, десті әркімдер. Шай жиылып жатқан кезде, кеш жарық, деп біреу кіріп келді. Ассалаумағалейкум, деді кірген ортадағы ашаға жақындап. Уағалейкум ассалам, жоғары шық, десті үйдегілер. Кім екенін танымаса да. Кірген адам етігін, сыртқы киімін шешіп, араларын ашқан көптің ортасына келіп отырды. Ұлберген, есенбісің? Деді ол, маңындағыларына бір-бір иек қағып амандасқаннан кейін. Шүкір, деді ерні қыбыр ете түскен Ұлберген. Шамның жарығы күңгірттеу болғандықтан амандасқан адамның кескінін айыра алмай, қадала қарауды ерсі көріп, көз қырын салып аз отырды да. Осы сен нағашым емеспісің? Деді бір кезде. Амантаймын.
Дені қарын, сау ма? Аман есен отырсың ба? Амантай мен Тұяқ жас кездерінде егіз қозыдай еді. Ұлберген түскенде Амантай қосшы болып алысып келген. Нағашылық, құрбылық, татулық бәрі бір жерден шыққасын, үшеуі жандай досты. Бертін келе қоныстары алыстағаны болмаса, араларын салқындататын ешбір реніштері болып көрген еместі. Тұяқ өлгеннің артынан Амантай бата оқып бір келіп, содан кейін араласпаған. Ұлберген Амантайды кейде сағынатын. Көргісі келген күндерінде кейде Амантай оның түсіне де кіретін. Неғып бір көрінбес екен деп ойлайтын ол. Сондықтан амандасқаннан кейін Ұлберген көзіне жас алып, жаулығының ұшымен сүртті. Амантайда өткен күндерді еске түсіріп күрсінді. Амантайдың бұл келуі күтпеген жерден болды. Бәрекелді-ай, деді Кенжетай ішінен кейіп. Әлде қалай дәм айдап бір келе қалғаны екен. Сыбаға беретін мүшелі астың реті жоқ. Бұл сүйекке таңба болды. Бірақ тырбанғанмен, намыстанғанмен, қолдан келері аз болғасын, ас орнына қасын беруді ойлап, үйдегілермен қабаттаса Кенжетай да Амантайға жалпаңдап амандасты. Амандық саулық сұралып болғасын, Ұлберген жаңадан шай жасап, нан турап, Амантай қанып ішті. Кеш жарық, деді тағы біреу кіріп, дастарқан жиналып болған кезде. Жоғары шық. Дегенмен оған төрде отыра қоятын орын жоқ еді. Сондықтан ол ашаның түбіне кеп шешінбей жүресінен отырды. Таныспадық, жол болсын. Әлей болсын. Атығаймын, жолаушылап келем, ел жағыма бара жатырмын. Шешін, жолаушы болсаң, асқа қара. Алла разы болсын, қазір жүрем. Ана жігітте бір жұмысым бар еді. Атығай иегімен Асқарды нұсқады. Оңаша ма? Деді Асқар. Осында айтсам да болады. Айтайын дегенім, ініме бір қыз айттырып ем, малын дендеп беріп болып ем. Соны қашан алудың жағдайын сөйлесе барып жатқанымда, түнде кеп бір топ жігіт тартып алып кетті. Бізді байлап тастады, артынан сұрастырсақ, мына Итбайдың нағашысы екен. Арамызда сөз болған жоқ еді, деп құдам зарлайды. Содан теңдігімді әпер деп Итбайға келіп ем. Алып қаш деген мына мен, деп кеудесін қағады. Неге десем, былтыр қаршығаңды сұратқанымда бермегенсің, білгеніңді қыл дейді. Анау, мынау дебем, жауап бермей қуып шықты. Енді басым кетсе де осының соңына түскелі отырмын. Не алсаң да бір арыз жазып бер, губернатор келгенде ұсынайын. Кеш жарық, деді осы кезде тағы біреу кіріп. Жоғары шық деп оған ешкім айтқан жоқ. Ағайынды екі жігітем, деді ол амандасып болғасын. Ағам өлген еді. 3 баласымен қатыны қалған еді. Жасы 37-де, байға тимеймін деп отыр еді. Аруақ сыйлағасын еншім басқа болса да күтіп отырем. Соны кеше ауылына кеп, қасымыздағы көрші ауылдың бір атқа мінеріне зорлап апарып қосты. Болыс осылай істе деп айтты дейді. Соны білейін деп болысқа келсем, жесір қатынды жемдеп соғымға соясың ба? Деп мазақ қылды. Осында жақында ұлық келеді дегенмен бір арыз жаздырып алайын дебем. Әлгі бір бала оқытатын жігіт бар дегенге, сол арыз жаза біледі дегенге іздеп келіп ем. Ол қайсың? Мен, деді Асқар. Жеңге түгіл шешемізді байға еріксіз зорлап берген. Біздің не жанымыз бар, деді біреу. Соғымға сойғалы отырған биемізді ұрлап әкеткен. Ізімен қуып барып та Итбайдан жауап ала алмағамыз, деді екіншісі. Менің сол жаққа шошытып жіберген түлкім еді деп, қақпаныма түскен түлкімді де тартып алған, деді үшінші. Ондайды айта берсең, ат беріп сатып алған бүркітімді де, былтырғы қашқан бүркітім деп тартып алған жоқ па, деді төртіншісі. Жалғыз тоқтымды шөпшілеріне ұрлап сойып бергенде де сұрап бара алмағам, деді бесінші. Итіме ине салған сен деп Итбайдың баласы Ерғазы школдан қайтқан баламызды аттың бауырына алып сойып, таяқ ұшына тиіп, балам айдан артық жатып өлді. Оның құнын сұрап отырмыз ба, деді алтыншы. Қарындасыңның қойнына апармадың деп Ерғазы жалғыз құнан өгізімді ұрысына шығарып берді. Біліп отырып түк қыла алғамыз жоқ, деді жетінші. Ондайды тере берсе, 3 жылғы еңбегіме бір тиын бермей шығарды, деді сегізінші. Әңгіме көбейді. Аузы ашылған жарадай ар жағынан неше түрлі зардаптар, сарсықтар тынымсыз ағып жатқанына Асқар таң қалды.
Рас-ау, десті әркімдер. Осыны тексеретін ұлық бар ма екен? Неге болмасын? Осында жанарал келеді деп жүр ғой, шолап айту керек соған. Амантайдың ойы да Асқарға жері туралы арыз жаздыру еді. Мұңдарын айтып, қара қарғадай шолаған көпті көргенде есі шығып кетті. Мұндай шағымдардың Асқар бұрын да мыңын естіген еді. Талайлардың өтінішін орындап, ол үкімет орындарына арыздар да жазып берді. Бірақ ол жазылған арыздардан нәтиже шыққанын Асқар көрген емес. Арыздардың көбі жауапсыз қалады да, бірен сараны ғана ауылдағы үкімет сайлаған билердің қарамағына келіп түседі. Билердің сыры мәлім. Кім пара берсе, соның ісі жөн. Параға шамасы келмейтін нашардың шағымы еш уақытта оңға баспайды. Бірен саран жұмыстарды орыстан тағайындалған мировой судья қарайды. Онда да алым пара. Биге бара берме, пара бер деген мақал бар. Сол рас сөз, дейді Асқар. Параның заманы данышпан айтқандай, аузулыға бар заман, азусызға тар заман. Үкімет орындарына арызды жаза көңілі осылай қайтып болған Асқар. Мен арыздарыңызды жазуға ерінбесем, деді. Кенжетай үйіне жиналған көпке. Егер соны тыңдайтын ұлық болса, ол қатты күрсінді. Амал нешік, арыз тыңдайтын үкімет әлі құрылған жоқ. Ойбай, енді, десті көпшілік шулап. Ауылдың ұлығы жұртты күнде бақыртып таласа, жоғарғы ұлық арызды тыңдамаса, сонда ел не болғаны, қайда барып күн көреді? Мен оны білмеймін. 5. Амантай Итбай ауылына біреудің шанасына мініп келді. Қонағасы жағынан күйі бапты болмағандықтан қобалжып отырма деп ойлаған Ұлберген. Қон нағашы, түнде қайда барасың? Деді оған. Ишанның зікіріне түсейін деп ем, баяғы өзің білетін басымның сақинасы әлі жазылған жоқ еді. Зікірден кейін қайтып келемін. Ишанның зікіріне Итбайдың бір ағаш үйін кешке қарай босатады, деп естіген Амантай. Амантайды шанасына мінгізген адам шет ауылдан келген сырқат біреу еді. Өткен жылы, деді ол былай шыға беріп Амантайға. Үскірік боранда адасып далаға қонып, содан өкпеме бір зақым жабысып еді, айықпай қойды. Бақсы балгерді тегіс өткердім, талай дәрі де іштім, малмен де емделдім, бірде бір сәті түспеді. Жалғыз жігітем, Ишаннан жәрдем болама деп келем. Сырқат кісіні жөтел болып, одан артық кеңесе алмады. Асқар Итбай ауылына Амантайдан бұрын қайтқан еді. Ондағы ойы аздап тынығып алып, кешке Ишанның зікіріне қатынасу. Асқар дінге сенбейтін, Ишанды, молданы жек көретін. Сөйте тұра оның зікіріне қатынасуға ойлау себебі, бұрын зікір дегенді естігені болмаса, өз көзімен көрмеуі. Сондықтан бұрын көрмеген зат таңсық сияқтануы еді. Кенжетай үйінен пәтеріне кеп, аз қалғып дем алған Асқар оянып сағатына қараса, сағат түнгі 9 боп қалған екен. Зікір осы шамада басталмақта. Бірақ бастала қоймағанын Асқар біледі. Өйткені мектепте оқитын Естияр Сағит дейтін бала зікір болатын үйді бақылап жүріп, зікір басталарда Асқарға хабар бермек болған. Сағит әлі келген жоқ. Мызғудан миы зерігіп қалған Асқар кереуетінен тұрып, беті қолын жуынып тысқа шықса, іңірде ашық аспан бұлттанып, солғындау жел тұрып, аздап қар жапалақтап тұр екен. Ол зікір болатын үйдің алдына келсе, есік алды сыңсыған шаналы ат, қақпағы ашық терезенің біреуінен ол сығалап еді, үй лық тола адам, Ишан көрінбейді. Кірем бе, кідіре тұрам ба, деп ол аз ойланып тұрды да, кірейін, деді есікке қарай аяңдап. Біраз ауру жиналған екен, сөздерін естиін, не айтар екен. Ол үйге кірді де, ауызғы бөлмеден өтіңкіреп барып, төргі бөлмеге кіретін есіктің босағасында тұрған сандыққа шоқиып отыра кетіп, 4 бөлмелі үйге лық толған адамдардың сөздеріне құлақ тікті. Екі тіземе сары су түсіп бастырмайды, соны қаратайын деп ем. Менің белімнің құяңы бар еді, бірдеңе көтерсем шойырылып қалам. Балам жас еді, шаруама қиын болды, соған шипа болама деп ем.
Осы көзімді жел қарып, содан ұшынды да енді ақ түсіп басыр боп өлетін болдым. Жарық сәуле көрсетпей түйілі дүде отырады. Ишанға үшкіртейін деп ем. Сап-сау бала еді, деді бір кемпір, 7-8-дегі бір ұл баланың басын кеудесіне сүйеп. Біреулер тәттіні көп жегендіктен дейді. Неден екенін қайдан білейін, құлағына бұлақ пайда болды. Әуелі шығу шығып жарылды да артынан тынбай ағатын болды. Оң жақ ұрты үсіп кеткен біреу қабағын түйіп, көзін жұмып, бетін алақанымен басып мықшиып отыр еді. Тісің ауырама? Деп сұрады көршісі. Орты үскен алая қарап жауап бермеді. Жарықтығым, деді. Оң жақ аяғының жараға толған жіліншігін жұрттың көзінше ашып қойып іріңін сүртіп отырған бір қара сақалға бірнеше кісі. Жапшы жараңды, жеркендірмей. Мен Құдайдан сұрап алды деп отырсың ба? Деп ашуланды жаралы. Бұл сырқат пайда болғалы биыл 18 жыл әдейі іздеп барғалы жүрген Ишанды Алла айдап қолға берді. Фатихасы тиер деген үмітім зор. Екі бетің нарттай жап-жас қатынсың, деді бір жігіт бір әйелге қалжыңдап. Сенікі не сырқат? Әйел күлімсіреп төмен қарады. Не сырқат дерің бар ма? Деді. Ол әйелге көрші отырған құлағы ауырған баласы бар кемпір. Құдай құрсақтан тарықтырып қойғаны болмаса сап-сау кісі. Түскелі 10 жылдан асты, талай әулиенің бейітіне де түнеді, бақсыға да қаратты. Өспеген атаның баласы еді, Ишаннан бір жәрдем болар деп келіп отырды. Аллай, ақырын, ойбай, өлдім, деген аянышты дауыс естілді есіктен. Жұрт кеңесін доғарып, кескіндері өзгеріп есікке қарады. Киізге ораған бір адамды 4 кісі көтеріп есіктен кіргізе берді. Көлден ат суара барғанда аты мұзға тайып, аяғы астына түсіп жіліншігі сынды, деді көтеріп кіргізгендер. Сынықшы салған еді, аяғы сырқырап, көзінің жырымын алғызбай қан қақсата берді, зікірге әкелді. Аяғы сынған үйдің ішін беймаза қылды. Жол беріңдер, деді есік жақтан біреулер. Азнабай келді. Үйдегілер үрейлене бастады. Неге үрейленді деп ойлаған Асқар есікке көзін салса, 13-14 жастағы бір баланың аяқ қолын байлап, 2 кісі көтеріп кіргізіп келеді екен. Бала бірдемені сандырақтап келеді. Жынданған еді, деді біреулер күңкілдеп. Ишан келгелі ерегісіп кетті. Ерегіспей, неге ерегіспесін? Иесі бар сырқат емес пе? Жын буған. Оңайлықпен шыққысы келеді деймісің? Жынданған бала үйге кіргенде баяу сықылды еді, бір жерге әкеп отырғызғаннан кейін көтеріліп кетті. Баланың айқайы, шатасуы үй үшін үрейлендіргені сондай, сау адам түгіл аяғы сынған адамда сарнауын қойып, доғарып, 2 көзін ежірейтіп жындыға қарай қалды. Осы кезде үйге Амантай да кірді. Оған байтал түгіл бас қайғы болды. Амантайдың қайтқысы кеп бір тұрды да, әдейі келгесін зікіріне түсейін деп мазасы кеткенге қарамай шыдады. Сандырақ, сарнау, шулау көбейіп кеткесін жұрттың бәрі де әлсін-әлсін есікке қарап, минут сайын Ишанды күтті. Барып біліп қайтшы, деген күңкілдер шықты әр жерден. Ұят болар, жайланғанша сол боп жатқан шығар, десе де әркімдер барып қайтты. Кеңесіп отыр екен, деп қайтты біреуі. Намаз оқып жатыр екен, деп қайтты екінші. Ет жегелі жатыр екен, деп қайтты үшінші. Қымыз ішіп жатыр екен, деп қайтты төртінші. Құран оқып жатыр екен, деп қайтты бесінші. Дәретке шықты, деп қайтты алтыншы. Жол беріңдер, дегенде жұрт сергіп есікке қараса, Ишанның қасындағы молда екен. Тегі қазақ болғанмен, ол молда қазақша мен татаршаны араластыра сөйлейтін еді. Жамағат, деді молда есіктен басын соғып, баршаңыздың тахараттарыңыз саф па? Паксыздар ма? Нәсібай, шылым, шикілі харам шайлары жоқ па? Ишан хазратлары шондай әйбірлерні білсе бик арамаз. Тазамыз, десті жұрт. Күткен халықты молда алқа қотан отырғызды. Ортаға Меккеден келген мешіт суреті бар жайнамазды жайды да, оның үстіне бір құман су қойды. Жамағат, деді молда жайнамаз үстіне жүгініп отырып.
ишан хазіратлары келгәш зікір салады. Баршаңыз ол кішінің салауатын айтуға тиішлісіз. 3 мәртәбә оқып шығам. Фахамлап алыңыздар. Әсфи Раббим, Жәлле Алла, Мауфи қалбі ғайролла, Нұр Мұхаммед, Сала Алла, Ла илаха илалла. Үшпу зікіріні айтқаш, 3 мәртәбә уху, милла, Алла деп айтасыздар. Молданың артынан еріп, көпшілік шулап айтып көріп еді, көбінің тілі келмеді. Жамағат, деді молда. Тәртіп шушы, шамды сөндірәбіз. Ишан хәзірәті зікір уақытында халық үстінде ұшып жүруі мүмкін. Оған бір дә хауып ойламаңыздар. Мен хәзірәтіні келтірейін. Келіп отырған сырқаттардың бір сыпырасы ишанды әлі көрген жоқ еді. Көрсем жазылам деген сенім кірді біразінің ойына. Ал кейбір емделгенге жазылмай жүргендер кім білсін деп күдіктенді. Бірақ аяғы сынған мен жынданған баладан басқалардың бәрі ишанды өте шыдамсыздықпен асығып күтті. Асқар баяғы отырған сандықтың үстінен қозғалған жоқ. Үйге басын сұққалы әр сырқатқа бір жаутаңдап қараған ол, осы үйдегі барлық сырқаттың ауруымен ауырғандай болды. Оның жанына қай сырқаттан болса да артық азаптанды. Ауыр сырқаттан сарнаған бебеу қағып зарлаған адамдардың дауысын естігенде, оның шымырлаған денесі бірде суып, бірде ысып, аяныштың қысылуынан маңдайынан тер шықты. О, сорлы ауыл, деп өкінді Асқар ішінен. Жаралы ауыл, сырқат ауыл, ем күтіп келіп отырғаның ишан. Ол сенің сырқатыңды үдете түспесе жаза ма? Сорлы ауыл, сенің де сырқаттан айығып, жаның жадырар күн болар мекен. Сарнау, зарлаудан құлағы керең боп, тұла бойы түршіккен Асқар жыртылуға жақындаған шыдамын әрең төздіріп, өзін өзі зорлап, не қалғанмен зікірді көргісі келді. Бір кезде үйге ишан кірді. Жарыла жол берген көптің арасымен ол жорғалай аяңдап, жайнамаздың үстіне барып жүресінен отырды да, ызғарлы қараспен айналасын бір шолып өтті. Содан кейін қалтасынан ұзындығы бір құлаштай тәспихті алды да, оң жақ қолының басымен бір сыдыртып өтіп, тәспихтің тастарын екі алақанына толтыра ұстап, еріндері күбірлеп, ішінен дұғалық оқып, уысындағы тәспихтарын иіскей, алақандарымен бетін сипады. Көптің көзі ишанда. Ишан молдаға көз қырымен ымдағандай болып еді, молда мүңіреген бұзау сияқты қырылдаған даусымен тәбәрәк аятын оқи жөнелді. Асыққан жұртқа бұл аятты молданың бастан аяқ оқып шығуы, Құранды түгел оқып шығудан кем көрінген жоқ. Аят тез біте қоймаған соң біреулер аятты да, молданы да іштерінен сөкті. Аят оқылып боп, батасы істелгеннен кейін молда көпшілікке зікірдің тәртібін тағы айтты. Білеміз, оқтық, деп шуласты көпшілік. Жұрттың көзі ишанда. Терезенің қақпақтары жабылды. Шам сөнді. Нысанасыз қараңғылықтан адамның басы айналатындай болды. Қараңғы үйде күңіренген дауыспен дұғалық оқып, анда-санда су бүркіп, айнала үшкіріп отырған кісінің молда екенін, ишан екенін жұрт айыра алмады. Тілі келсін келмесін үйреткен дұғалығын айтпаған жан үйде қалған жоқ. Біріне бірі үйлеспей, қосылмай шулап жатқан дауыстан кімнің не дегенін ешкім естіген жоқ. Сөзді айыруға болған жоқ. Шулаған жұрттың құлағына ызың қаққан жалғыз дыбыс ху, ха, ху. Шу мен қою қараңғылықтан Асқардың басы айналды. Жүрегі лоблып, құсқысы келді. Одан артық отыруға дәті шыдамаған Асқар, естісе естісін деген оймен ишанды дауысын шығара бір боқтап, жолындағы жұртты баса көктей, сүріне қабына, жобасымен есікке әрең жетті де есікті ашып тысқа шықты. Ол кезде манағы әлсіз жел күшейіп, мана ұшқындаған қар енді борай, қалың жауып, дала алай-дүлей сұрапыл екен. Асқарға бұл сұрапыл қайғылы халықтың ышқына алған демі сияқтанып кетті.